Кызылжар сияқты алуға мүмкіндігі жоқ па Қайсардың, әлде английский футболдың жабайы түрі секілді. Шоқан Абзал жай қалып қоятын сияқты, жаңа Сейсенді айтып отырмыз ғой. Астанада қалайыншы осы сезонында деп айтыпты. Соңғы ойынымды сосын Астана басшылығы мақтап аты дүркіреп келген ойыншылардың біразы былайша айтқанда сынып қалады ғой. Сосын чемпионатта ең мықты шабуылшы там 10 голдан артық сала алмайды. Бапкер қоятын болса біраз жерді қопаратын сияқты, ана бапкерді бар ғой мен. Яқшыбаевты дұрыс қолданып жүрген жоқ шабуылшы қылып. Ол негізі вингер. 13 ойыншымен ресми қол қойып тастапты. Қазбек аға, қош келдіңіз студиямызға. Тағы да көргеніме қуаныштымын. Көрермендер сұрады. Қазір білесіздер, құрметті көрермендер, ешқандай бір официальный ойын жоқ. Барлығы тек қана товарищеский матчтар өткізіп жатыр. Сондықтан да бізге қазір қызығы бұл инсайт болып тұр. Және де сол бізге елімізге танымал және нақты инсайт айтатын инсайдерді шақырдық. Қазбек Тайланов. Қош келдіңіз, Қазбек аға. Қош көрдік, шыңғыс шақырғанына рахмет. Біріншіден, екіншіден бүгін осы күнге дейін болған трансферлер бар, неше түрлі қауесеттер бар, ол барлығы Қазақстан жанкүйерлеріне қызық деп ойлаймын. Өйткені көптеген жақсы трансферлер де бар, былай орташа да бар. Айтуға ауыз бармайтын жаман трансферлер де бар. Енді бұл жерде әркім әрқалай жаза береді ғой, енді біреу өтірік жаза береді, жаңағы араластырып, немесе сізден ұрлау деген. Соны айтайықшы, сізден көп ұрлайды мен байқаймын. Басқа енді айтуға ұят, біраз елімізге танымал, белгілі спорттар ұрлағанда қандай сізге бір сілтеме қалдырмайды, сол жағынан мен ішім ашиды. Мысалы, сізде ондай айтқыңыз келіп болмай ма, олай бір басшыларына деген сияқты өкпелешіңіз? Ол енді өздерінің андай ұяттарында деп ойлаймын, өйткені мен ол ақпаратты іздеп, тауып, уақытымды бөлемін. Агенттерге жазам, кәдімгідей агенттермен сөйлесемін, біраз агент танимын. Және де басшылықтарға, кейбір ойыншыларға жазып білемей, қасында жүрген мына ойыншы кім, танисың ба деп. Сөйтіп астарлап сұрап іздеймін, кім екенін біліп алып, сол ойыншыны зерттеп, одан кейін жаңа Қазақ футбол инсайт деген өзінің телеграм каналым бар, соған тіркеліп қойсаңыздар болады, ақпараттар қызық болса. Сонда жазғаннан кейін көбісі жаңа кейбір сайттар бар, ол официальный сайттар, кәдімгідей ондай телеграм каналдан ұрлайды деп ойламайсың ба? Ұят қой енді. Кішкене былай сілтеме көрсетпей, осы каналдан алдық, осы жерден ақпарат шықты деп айтса, жақсы да өзіме де. Бір жағынан өздері алатысын оқып қояды, жаңағы редакторлары бар. Өздері тапқандай шығарып қояды. Өздері тапқандай бізге белгілі ақпарат бойынша деп алады да, шығара салады да. Сол болмаса, бірақ ол кәдімгідей тығып жатқан ақпарат емес, ол барлығынан белгілі болсын деп, осындай ойыншы жүр деп айтқым келеді да. Мен енді футбол шет жағасына жүргендіктен білемін да, ол қандай еңбек екен, ол қазір Қазбек Тайлановтың істеп жатқан қандай еңбек. Өйткені агенттерді айта қоймайды ғой, анша-мұнша бір ертең мынандай трансфер болғалы жатыр деп, олардың көңілін табу керек, кішкене алдау сұратып, басқандай бір амалдарын тауып, әйтеуір еңбектеніп жазады. Және де құрметті осы көріп отырған болса, егер де жас журналистер, аға буындар, барлықтарыңыз енді құлақтарыңызға алтын сырға, қай жерден ақпарат аламыз, барынша кім шығарды, соның сілтемесін қалдыруға тырысайық. Енді трансферден қандай басқа жаңалықтар, қандай бір бум трансферлер бар ма жақын арада? Жақын арада бум трансфер дегенде енді қазіргі уақытта көп клубтар 80%-ға командасын жақтап қойды. Мысалы, Астана болсын, Ақтөбе болсын, Тобыл болсын, Ордабасы болсын, 80-90%-ға құрамы дайын тұр. Қалған көбісіндегі былай қарап тұрсаңыз, шабуылшы жоқ. Көбісі іздеп жатқан шабуылшы. Тобылда шабуылшы жоқ, Астанада шабуылшы жоқ, Ақтөбеде шабуылшы жоқ. Таза шабуыл. Қайратта Шушеничев кетіп қалды, білеміз да. Оған да бір шабуылшы керек болуы мүмкін да. Мысалы, топ клубтарды айтып жатырмын. Ордабасыда да жоқ қазір, әзірге ешкімді алған жоқ шабуылға. Бұған келетін болсақ, бізде көбісі клубтар былай жасайды, бірінші қорғаушыларды алып алады, одан кейін орталық шепті күшейтеді. Бірінші қорғаныстан бастап толтырады ғой. Кейіннен қалғаннан кейін уақыт қалса бір шабуылшыны іздеуге бастайды. Өйткені не дегенмен олардың қорғаныс күшейту қажет та. Қазақстанский премьер-лига білесің, көп қорғанысқа байланысты болады. Және де менің ойымша осы жерде
өткенде Қазақстан премьер-лигасы мен Турцияның суперлигасын қарап отырмын да, біздің Қазақстан премьер-лигасындағы бапкерлердің тактикасы түріктердің суперлигасынан әлдеқайда мықты ма деп қоямын да. Аналарда бір ойын жүйесі жоқ, алдыға тебеді, артқа кетеді. Өткенде Абаттың Адана Демирспор ойынын көрдіңіз ғой, қарадым. Кеше Бешикташтың ойынын қарадым. Сол таңғаламын, қалай ол бапкерге байланысты ма, әлде өз жалпы түрік лигасы деген, Түркияның лигасы бір қызық өтеді екен, негізі мен байқап жүрміз ғой. Иә, андай не жоқ, белгілі бір тактика ұстаным жоқ та, алдыға тебеді. Жабайы футбол дейді ғой, сондай ойнайды. Иә, андай бір английский футболдың жабайы түрі секілді. Бірақ не дегенмен Турцияда скорость, жаңа ойынның кәдімгі скорості бөлек жоғары да көрініп тұр. Бірақ жүйе жоқ. Қазақстанда мысалы сол Қызылжарды алсаң, Әли Әлиев кәдімгідей жүйе қойып, бүйтіп, допты мына жақтан әкеліп кішкене шабуылды ұйымдастырады. Ал Турцияда ондай байқамадым мен. Жанкүйерлер өздері көріп отқан шығар, өздері де бөлісіп кетсін ойларымен. Және кішкене неден темадан ауысып кеттік қой, трансфер ғой біздің тема. Жаңағы айтқанда бізде шабуылшылар жоқ көбінесе. Астана қазір менің естуім бойынша тек қана бір трансфер жасайды. Шабуылшы алады. Шабуылшы іздеп жатыр. Өйткені оларда қазір кішкене қаражат жағынан қиындық болып жатыр, бюджет бөлінбепті әлі. Астанаға бөлінбеген. Басшылық өзінің несімен жаңа отвечаю деп былай сөйтіп жасап жатыр екен да енді. Тобыл жақсы күшейіп жатыр, бірақ оларда да шабуылшы жоқ. Мыркайч кетті кеше. Мыркайч босатты, үйтіп бүйтіп, Тобылдың жанкүйерлері қуанып жатқан шығар Мыркайчтан құтылғанын. Олар 2-3 ойыншыны Астана мен Ақтөбеден былай алып қойды деген ақпарат бар да. Өткен Иван Миладинович деген, Давид Хеннен деген ойыншылар мысалы Астанаға барады деген ақпарат шықты. Одан кейін Тобылға кетіп қалды. Ақтөбеден Габи Кикиді алып қоя жаздады. Тоже сондай ақпарат болды. Мына жерден Тобылдікін қарап тұрсақ, қақпашы, қорғаушы, жартылай қорғаушы және соңғы бельгиялық Давид Энен, жалғыз шабуылшы екен. Энен де бірақ вингер ғой. Вингер бірақ таза шабуылшы емес, ортаға араласа алмайды. Ол амалсыздан кешегі ойында ойнады, шабуылшы өткен шабуылшы болмады. Бірақ ол вингер, қаптал, сол қапталдың вингері. Және Тобылда маған көңілім толған осы трансферлік ауысымда Тобыл мен Ақтөбенің трансферлеріне көңілім толып отыр. Өйткені алып жатқан ойыншылары сапалы, біріншіден, екіншіден орталықты күшейтіп алды. Өте керемет күшейтіп алды. Мысалы, Қайратта орталық шеп әлсіздеу, Астанада әлсіздеу, қазіргі уақытта былай қарап тұрсақ. Тобыл мен Ақтөбенің орталық шебі өте керемет. Өйткені ортада оларда жаңағы ННН деген нені алды ғой? Жартылай қорғаушы. Ресей премьер-лигасы Нижний Новгород содан алды. Одан бөлек Эль Масаудиді алды. Нидерландияның екінші дивизионынан Мароккалық бойынша. Одан бөлек Есен Эдедем дейтін. Радослав Цонев дейді. Радослав Цонев Арда деген Болгария клубтан алды оны да. Ол да тәуір трансфер. Иван Миладинович таныс бізге. Еркін Тапалов, Стас Покатилов. Ал айтпақшы, осы жерде Нұрғайни Бөрібаев бекері барды ма Тобылға? Мен соны бекері барды дегенде менің ойымша оған шанс болады. Өйткені былтыр мен байқағаным бойынша жаңағы бапкері чуть не істейді екен, жастарға сенім бере алады екен. Нұрғайни онысыны жастар құрамасында әдемі көрсетті. Жастар дегенде Чесноков, Арсланқұловтар кешегі сезонға дейін ешкім білмеді. Арсланқұлов тем более білмейтіндіміз. Қазір ғой біз Қазақстан ұлттық құрамасына шақырсын деп жатыр. Өйткені бапкердің ашқан ойыншылары. Демек Нұрғайни Бөрібаев жарқ етіп шығуы мүмкін ғой осы. Мүмкін, ертең кім біледі. Ұлттық құрамаға да алынып қалуы мүмкін, кім біледі. Өйткені ертең жаңағы НН деген ойыншы, Давид НН ойнамай қалса, травма алып қалса, орнына шығатын адам керек қой. Орын басалатын.
өйткені Нұрғайни Бөрібаевта жас бала, ол әлі дамиды деп ойлаймын. Кішкене көрсін, егер болмай жатса, арендаға кетіп, басқа клубқа ауысады. Ал Тобылға инсайт жоқ па, жақын арада бір шабуылшы келеді деген? Шабуылшы іздеп жатыр, бірақ таппай жатыр әлі. Нақты ақпарат жоқ. Енді Тобылға келе жатқан соң біраз андай класс жоғары ойыншылар қарайтын түсінікті ғой, мүмкін сонымен тежеліп жатқан шығар, кім біледі. Иә, нападающий деген штучный товар деп айтады ғой бізде футболда. Табу қиын. Иә, табу қиын, өте қиын. Өйткені көбісі жазда босайды да, жаздық трансферлер арқылы. Өйткені барлығында Еуропаның көп чемпионаттарында күз, көктем жүйесімен футбол ойнайды. Бізде ғана көктем, күз жүйесімен ойнағаннан кейін қыстың кезінде ешқандай клуб өзінің основной ойыншысын жібергісі келмейді. Астанада да сол себепті қазір көп трансфер жасамаймын деп отыр. Олар Тамасовты қалдырып отыр. Тамасов енді осы жерде былтыр сезон бойы сіз Тамасовпен алысып шықтыңыз. Мына ойыншы керек емес, шаршады. Жарайды, оның еңбегі сіңді, оны мойындаймыз, ол аңыз. Бірақ осы маусымға қалдырғаны биылғы маусымға сізге қалай қабылдадыңыз, қалай әсер етті? Менің білгенім бойынша Астанада Тамасовтың осы соңғы сезоны болады. Точно ма екен? Біз тағы да оның алдында сезон көретін сияқтымыз. Ол осы сезоннан кейін карьерасын бітірем деп, инсайдер ақпарат болсын, карьерасын аяқтап, мен Астанада қалайыншы осы сезонында деп айтыпты. Соңғы ойынымды, сосын Астана басшылығы кішкене еңбегі сіңген ойыншы ғой. 100 шақты гол салған, Қазақстанда ондай бомбардир жоқ, не дегенмен. Мүмкіндік берейік, соңғы сезон ойнап, шапан жауып, жаңағы карьерасын аяқтайды екен. Карьерасын бітірем дейді осы сезоннан кейін. Одан бөлек, Тамасовтың қалғаны бір жағынан жақсы, неге? Өйткені Тамасовтың ойын жүрмей жатса, Нұралы Жақсылық жаңа сборда өте жақсы әдемі гол соқты. Әдемі гол соқты. Оның алдында матчта голевой передача Астана. Сол өзінің орнын басып ашылуы мүмкін. Ал енді соңғы жыл қалып жататын болса, енді пенсияға кететін болса, былайша айтқанда Зейнетке. Ендеше Марин Тамасовқа мүмкіндік беріле ме? Ол биыл қосалқы құрамда отыратын сияқты, менің ойымша. Иә, бүйтіп андай заменаға шығып ойнап жүретін шығар, может, өйткені бізде Астанов өзін көрсетіп жатыр, және Камара бар, Нұралы Жақсылық бар. Осы жазға дейін вингер алмайды Астана. Жетеді осы. Усман Камара тоқталайықшы, өте класс жоғары, жазда көрдік, Астана аренаға шайқап кетті, гостях ойында да көрдік, тамаша ойнайды. Жалпы Усман Камара осы маусымда жарық етіп шыға ала ма, қалай ойлайсыз? Әлде біздің КПЛ-ға солай мақтап аты дүркіреп келген ойыншылардың біразы былайша айтқанда сынып қалады ғой. Бізде былай ғой, КПЛ-ға келген ойыншылар бірінші сезон өзімді көрсету өте қиын. Мысалы, үйренісу бар деген сияқты. Әсіресе Астанада осындай тенденция қалыптасқанда, кезінде Кабананга келді, сезонның ортасында жаңағыдай көбісі жамандады, ең жаман трансфер Кабананга, ағаш. Шлак деп айтады. Келесі сезонда 19 гол салып, үздік сұрмерген атанды да. Өйткені адаптация өтеді. Тамасов та дәл солай. Сезон ортасында келді, ойнай алмады. Қателеспесем, тек қана бір ғана голевой передача берді, Славиямен ойында, сыт алаңда. Келесі сезонда уже жақсы ойнап кетті. Дәл солай Ласло Хайселер деген ойыншы болды. Ол да солай ойнай алмай травма алып қалып, жарты сезон бойы ойнаған жоқ. Келесі сезонда жаңа Григорчук деген кезде ойнап кетті. Өйткені біздің Қазақстан футболына адаптация қиын. Өйткені бізде жаңағыдай ұзақ перелеттер бар, әртүрлі часовой пояс бар. Өйткені мысалы Еуропада жаңағы басқа мемлекеттерде бір қаладан екінші қалаға арасы 100-200 километр. Автобуспен бара салады. А бізде 1000-2000 километр. Ол өте әсер етеді. Атыраудың арасы деген әжептеу. Бізде кейбір клубтар мысалы пойызбен де жүріп, 2 күн жүріп баратындар бар, ондай кейбір жағдайда. Ал Масурас Масурасты өткенде товарищеский ойындарға шығып жүр, көңіліңізден шықты ма ойына? Ол кеш жақында ғана келді. Ол туралы мен ақпарат шығардым, қызық болды. Масурас келетін білдім да, ақпарат шығардым да, Астана бір ойыншымен келісіп қойды, ауысады деп. Алдында
Жальгиристе ойнаған бір австриялық сол қаптағы қорғаушының суретін қойып пост қылып қойдым да. Айтқан жоқпын қандай ойыншы. И артынша бір 5 минуттан кейін бір сайттар өз аттарынан жазады, міне мына австриялық ойыншы Астанаға ауысты деп жазады ғой. И сборда жүр ауысып қойды. Оны бәрі көшіріп алып, 200 газеті бар, бәрі шығарады соны. Мен сонысын күлемін да, анда комментарийға жазып отырмын да, балдар сайтта. Мен айтқан жоқпын сендерге қандай ойыншы ауысады. Мен айттым, бір ойыншы ауысады. Сонда бұл жерде тексермейтін деп болып тұр ғой, ары қарай енді еңбектеніп. Олар просто алады да ойбайды. Есімін жазып жаңағы Википедиядан ала салатын болып тұр ғой. Суретін көреді, суретті Google'дан іздеуге болады, ат шығады, суретті салса мысалы да, табуға болады. Және Масудасты мен баға бере алмаймын пока, өйткені ол өзін көрсетпеген әлі бұрынғы ойнаған командаларды. Мүмкін өзін Астанада көрсетеді. Грекиялық ойыншыларды вообще КПЛ-да бұрын соңды ойнаған көрмеген. Қазір Жеңіспен Астана алып отыр ғой. Анау Жеңіс Карагунис дегенді алып отыр. Атақты Карагунис деген ойыншы болған баяғыда. Греция құрамасы, ұлттық құрамасында 2004-те чемпион Европы болған Карагунис, Кацуранис, Харистис деген ойыншылар болған. Никополидис деген. Жеңіске ораламыз. Каримов бұл жерде. Рамазан Каримов Мақтаралда әдемі ойын көрсетті. Нұрдәулетов біраз мүмкіндік берді. Енді мынандай сұрақ келеді, заңды сұрақ. Абатқа берілмеген мүмкіндік Бабаянның Рамазан Каримовқа беріле ме? Бұл Каримов менің ойымша запаста отырып қалатын сияқты банкада. Жоқ, меніңше шанс болады, өйткені Астана бірақ нападающий газ Каримовтан басқа. Ол легионер алса, екеу болады. Сол кезде оларға ауыстырып шығару керек бәрібір де. Ол бірі нападающий, бірі сезон бойы ойнай алмайды да. Бәрібір ол физически өзгермейді. Шанс береміз деп отыр, көреміз енді, бірақ Астанада қазір әжептәуір былай ойыншылар жиналып қалды байқасаң да. Рамазан Каримов, Эрхан Астанов, Нұралы Жақсылық деген ойыншылар өздерін көрсетуге мүмкіндік алып отыр. Өйткені Астана қазір қатты бір легионерлер көп алып жатқан жоқ. Орталықта Осейді алды, болды. Жастар жүр, Мұстафин деген. Ал сізде инсайт жоқ па жақын арада Астанаға келетін ойыншылардан? Пока жоқ, олар әлі таппады, нападающий іздестіріп жатыр. Енді бізде чемпиондар лигасында ойнайтын, іріктеуді ойнайтын былтырғы жылдың чемпиондары Ордабасы футбол клубы, Карлос Сентич, Реджинальдо, Игорь Пластун, Самат Жарымбетов, Ясур Яхшыбаевты қосты. Жалпы 4 трансфердің где-то 3-еуін мен бірінші шығарғанмын ғой. Онда оқыдық. Сентич не істеді? Жалпы Сентич келумен Шайзада отырып қала ма деп ойлайсың ба? Сол заңды сұрақ. Менің ойынша ертең бапкерлер оны бәрі чемпионаттың барысында көреді. Бәрі де Сентич, қателеспесем, Хорватия жастар құрамасының ойыншысы. Не дегенмен Хорватия жастар құрамасында анау вратарь тұрмайды, тем более жаңағы Ливакович секілді жастардың артынан ерген жас жеткіншек. Не дегенмен жас болғаннан кейін қателік болуы мүмкін, бірақ көреміз. Шайзадаға бұл конкуренция ертеңгі Лига чемпионов кезінде андай кейбір болды ғой ошибкалар чемпионат кезінде. Былтыр Еврокубок ондай қателіктерді кешірмейді да. Демек Карлос Сентич Еврокубокта тұрады ғой, полный. Оны бапкер шешеді. Жоқ, негізгі солай ойлаймайсыз ба? Негізгі түп мақсат сол. Негізгі мақсаты бұлардікі жаңағы Шайзадаға конкуренция жасау. Конкуренция бола алатын. Ал бұл жерде Сейсен тағы да шыншырақпа жоқ қалам әлде кету керек. Ол Сейсен өзін уже басқа Мақтарал енді кетті ғой, Жетісу бар, Каспий келейін деп жатыр дейді. Каспий секілді клубтарда өзін көрсетуге мүмкіндік алу керек. Басты қақпашысы болуға мүмкіндік бар. Сол себепті бізде Абылайхан Жұмабек бар, отырып қалды кезінде, көп үміт күттік та Абылайханнан да 10 гол салғаннан кейін. Абылайхан да өзін көрсету үшін басқа клубқа арендаға кету керек деп ойлаймын. Және Ордабасының айтатын трансферлерін айтатын болсақ, Ордабасыда трансфер жаман емес. Жасур ма? Жасур Яхшыбаев. Яхшыбаевтың қалай ойын ұнады ма сізге? Яхшыбаевты дұрыс қолданып жүрген жоқ, шабуыл шығып. Ол негізі вингер. Ол оң қапталда ойнайтын ойыншы.
Өткенде де байқалып қалды бір-екі ойында. Ол қапталына кетіп қалып жатыр, әбден үйренісіп қалған. Өйткені ол да басында шабуылшы жоқ қой. Жаңа Садовский травма. Меніңше Бесединді де жіберу керек. Беседин өзі көрсете алмады. Чемпионатта да көрсете алмады. Одан бөлек матчтарда да тіпті мынау сбордың өзінде өзін көрсете алмай жүр. Бесединді жіберу керек. Орнына жаңа шығып жатыр ақпарат, бразилиялық бір шабуылшыны қарап жатыр дейді. Кезінде Винисиуспен ойнаған, Родригомен ойнаған дейді. Ал тағы бір Ауро кетті. Ауроның кетуі негізі ойсырап қалған сияқты, орны ойсырайтын секілді. Менің естіген ақпаратым бойынша Ауро қайтып келуі мүмкін деген ақпарат естідім. Бірақ ол да басында уже легионерлер толып қалды, өйткені ертең жаңағы Бразилия шабуылшыны алатын болса, онда Браганы немесе жаңағы Бесединді жіберу керек, өйткені 12 легионер болады. Тағы да сол не, қорғаушы, қақпашы, қорғаушы, жартылай қорғаушы. Шабуылшы жоқ тағы да. Шабуылшыдан бөлек жақсы бір вингер керек секілді меніңше. Менің ойымша, өйткені Жоржиньо кетіп қалды. Жоржиньоның орнын басатын бір жақсы бір вингер андай ортаға ойыстап тұрып, кезінде Томастың дәрежесі секілді, болмаса кезіндегі Исаэльдің дәрежесі секілді бір вингер болса, орда баса ойын жүреді сол кезде деп ойлаймын. Орда басында қазір орталық шепте ойыншылар көп. Ловро Цвек, қателеспесем, хорватиялық ЧФЛ-дан ойыншы келді. Өте жақсы деңгейді ойыншы. ЧФЛ-дің просто қазіргі келген Адриан Муту деген бапкер бар, бұрынғы белгілі ойыншы, Фиорентинада ойнаған. Сонымен келіспей, сосын арендаға жіберуге мәжбүр болды. Естуім бойынша ол да арендаға келді. Ал осы жерде тағы да сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы алдағы енді осыдан өткен 2-3 жылмен салыстырған кезде қазіргі мына биылғы жаңа маусымға дайындық кезінде бір классы жағынан біліне ма негізі, әлде бұрынғы соғалды ма, әлде бір шлактар дейді ғой, солар келіп жатыр ма, әлде бір өсім бар ма, қалай ойлайсыз? Әрине білінеді. Өйткені мен өзім зерттеп қарап көрдім. Қазақстан премьер-лигасында былтырғы сезонда және оның алдыңғы сезонда легионерлер Ресейден 32-35 легионер келеді өткен жылы. Белоруссиядан 25-27 легионер болды. Қазіргі таңда Ресейден 15-16 легионер қалды. Оның өзі кейбірлері кетіп қалған, просто анау клубтар жазбаған, бір 10 шақты ресейлік легионер қалды. Келіп жатқан легионерлерді қарасақ, өте жоғары. Елімайдың трансферлік ауысымдары жақсы. 13 ойыншымен ресми қол қойып тастапты. Елімайдікі, Ақтөбенікі, Тобылдікі, Қайраттікі, Астананікін енді көреміз, қалай ойын бойынша байқаймыз. Әзірге ерте айтпақ қойып, бірақ Қайратқа оралайықшы. Мына Лука Гадрани, Ибрахим жаңағы Юлдашев, Заря, Эльдер Сантана. Заря, мен осы өткенде нені барып көріп келдім ғой, Абу Дабиден блог көріп келдім. Заря деген, мен айтайын сізге, ана ойыншының класы деген масқара енді. Кеше Ростовқа салған голын көрдіңіз, асырып берген Жопаулық асырған голевой пасын көрдіңіз. Жалпы Заряны қалай ойлайсыз? Көрсете ала ма өзін осы маусымда, әлде тағы да оған үйренісіп кетуіне біраз уақыт керек? Көрсету керек, өйткені бәрібір СНГ чемпионатында ойнаған бұрынғы. Грузия чемпионаты, Қазақстан чемпионатының ұқсастығы бар. Грузиндер біздің Қазақстанда негізі көбісі жақсы ойнай алады, ойнап кетіп жатыр. Өткен кезінде Гагита, Голга деген ойыншы болған, Иртышта ойнаған, деңгейі жоғары тұрған. Оларда бір мәселе, просто бір сезон өзін жақсы көрсетті, екінші сезон ойнамай қояды. Голгода сондай болды. Раки Ардазашвили деген ойыншы болды, Каспийда ойнаған. Тоже бір сезон жақсы көрсетті, екінші сезон өшіп қалды. Сондай проблемалар болмаса, мысалы, даже қазір әлемдік футболдағы Хвича Кварацхелияны айтайық. Былтыр қалай ойнады, биыл қалай ойнап жатыр, екі бөлек. Демек, әрқалай да, олардың деңгейлері жоғары болады техникалық жағынан. Біздің демек қой, енді кейбір ойыншылардан жоғары болады. Ал енді Қайрат бұл 4 ойыншымен шектеліп қалмайды ғой, тағы да келеді, шабуылшы керек пе Қайратқа? Меніңше Қайратқа шабуылшыдан гөрі орталық жартылай қорғаушы тірек
опорный полузащитник дейміз ғой, сондай керек, және бір қақпашы керек секілді. Өйткені кешегі қақпашының қателіктері болып жатты, былай голда байқалып жатсам, қызыл қағаз алып қалып жатыр. Жас, не деген жастың аты жас қой. Тәжірибе керек. Ертең Еврокубокта ойнайтын болса, чемпиондыққа таласатын болса, тәжірибе. Сосын да Сантананың ойында аса бір қатты ұнай қоймады. Енді Ақтөбеде жүргендей бір қара күш салып, кішкене өзін қопарып көрсетпеді. Ақтөбенің футболы басқа болды. Қайраттың футболы басқа. Ал үйренісіп кете ала ма Ильдар Сантана? Қайраттың футболы андай Бундеслиганың футболына көп ұқсайды да, олар көп жүгіреді, көп жаңағыдай прессингке көп та жан-жақтан. Ақтөбеде қарымта шабуыл, тек қарымта шабуыл болды. Сол кезде Сантана бір ойыншыны алып кетіп, екінші ойыншыға пространство ашып беретін тұғын. Қайратта барлығы жүйе болғаннан кейін былай пас или мынандай не тез алады. Белгілі бір жүйе бар. Жүйемен істегеннен кейін солай көрінді. Дискомфорт болып жатқан шығар, әлі үйренісе алмай жатқан шығар. Бірақ Сантананың классы бар ойыншы, бірақ көп гол сала бермейді оның. Біз енді ойладық қой, жаңағы кім екеуі тандем болады, отандасы Жоу Паулов екеуі деп. Ол әлі сбор, КПЛ-да қалай ойнайтынын білмейміз. Бірақ Қайратқа айттым ғой, жақсы бір опорник керек. Өйткені опорный полузащитада Садыбековтер кішкене шикілеу, жоқ, әлсіз емес, шикілеу бар, кейбір моменттерді байқалып қалады, позиция таңдау кезінде, мысалы артқа қайтар кезінде Тимощуктер 36-37 жасында қандай дәреже көрсетті, мысалы да, опыт қой бәрі біледі, кімге подсказать етеді. Солай деп ойлаймын енді, бірақ Қайрат чемпиондыққа таласатын құрамы бар, бір-екі позициясын күшейтсе таласа алады. Жақсы түсінікті. Енді Қызылжар Александр Давгальда келді. Қақпашылар неге қорғаушы барлығында қорғаушы, шабуылшы Шоқан Абзалов, Алексей Чебутун. Қазақстандық премьер-лигадағы клубтардың түсінбейтінін, не үшін бірінші қақпашыдан бастаймыз, қорғаушыдан бастап сөйтеді, сосын шабуылшы іздеп таба алмай жүреді. Сосын чемпионатта ең мықты шабуылшы 10 голдан артық саламайды. Бір-екеуі ғана болмаса 20-ға дейін апарған кім болды бізде? 19 Жоу Паулов салды, болды. 20-ға, 23-25 деген бізде болмайды, мүлдемге. Боламайды, өйткені бізде шабуылшы алу білмейді, таңдау білмейді шабуылшыны. Жалпы Қызылжарға қысқаша ғана тоқтала кетейік. Енді барлығы көбісерік легионерлер, Мади Хайсе мен Шоқан Абзалов. Шоқан Абзалов былтыр енді Қызылжарда сәл дұрыс өнер көрсете алмады. Оқ-жетпесте деген, кешірім сұрайым. Оқ-жетпесте өз-өзін өзі көрсете алмады. Биылғы жыл енді Қызылжар қалай ойнай алады деп ойлайсыз ба, әлде сол запастан шығып, бір анда-санда бір ойынға араласып кете ме? Шоқанның ойыны өзіне байланысты деп ойлаймын. Өйткені Қызылжарда негізгі шабуылшы мен білуімше Шебетун деген. Алексей Шебетун, украиналық шабуылшы келді. Соны алды. Және де Рубен Бриджидоны қайтарып алды. Ал Бриджидо мен Шебетунның арасында бұл меніңше жаңағы Шоқан Абзалов жай қалып қоятын сияқты, Сейсенді айтып отырмыз осы сияқты. Мүмкін запасқа шығып, былай замена ашып ойнайтын шығар. Бірақ кім Алихан Алиевич айтуы бойынша өзі Шоқан Абзаловты қалаған негізі алғысы келген. Және Мади Хасейнді алып, мен оның ұлттық құраманың ойыншысы қылам деп айтты маған. Мен оны ұлттық құраманың ойыншысы қылам, ол ойыншыда белгілі бір задатықтар бар деп айтқан. Негізі жақсы көреді, Әли Әлиев Қазақстан отандық футболшыларды қолдағанда, жалпы жастарды. Мен де сізден естідім, өткенде Мадиді арнайы осы алып кеп Қызылжарға дайындап, Қазақстанға да ойнап өткізбекші деп. Мадидің жалпы ойынын былай көрдіңіз бе өзіңіз? Мен онша қатты беріп байқамағам негізі. Жетісуда ойнаған, білем. Бірақ енді Әлиев жарқ еткізіп шығарам деп отыр ғой. Потенциал бар ма негізі ойнауға? Ол Әли Әлиев, мысалы, Бекзат Шадманов, Еркін Тапаловты қандай дәрежеге жеткізді. Бекзат Шадмановқа тіпті Польша чемпионатынан ұсыныс түскен. Негізі Әли Әлиев отандық ойыншыларды қолдағысы келеді, бірақ Қызылжардың жаңағы зарплатасы төмен болғаннан кейін Қызылжарға бара бермейді да, андай
жаңағыдай. Енді бар қолда бар мүмкіндікпен ойнап шықты. Қолда бар ойыншылармен алып шығады. Ол айтады маған, мен қазақстандық ойыншыларды ойнатар едім маған. Мысалы, жаңағыдай Селикжан Мужиков болмаса, класс жоғары, тіпті жаңағы Рамазан Оразов болмаса, түнде әкеп берсе, мен ойнатамын дейді. Бірақ олар мынау көп дейсіз ғой, зарплатасы жаңағы. Мен алғым келетін ойыншыларды осы сезонда дұрыс аламадым деп маған да айтты. Ганалық бір жастар құрамасында ойнаған Хонкадан бір ойыншы келу керек болатын. Ол да келмей қалды, өйткені Қазақстанда қаражат жағында келіспеді. Қаражат жағынан бөлек Қазақстанда ойнағысы келмеді. Хонкада ойнаған. Негізі ойлаймын дос, Әли Әлиевке егер қолында бар мүмкіндікті беріп, қаржысы жаңағы ақшалай жағынан ешқандай проблемасы жоқ. Клубқа басшы қылып жаңағы бапкер қоятын болса, біраз жерді қопаратын сияқты бапкерді бар ғой мен. Осиекті Ненад Белица деген бапкерді жеңді мысалы. Ненад Белица деген ол хорватиялық бапкерлердің школасының ең білікті маманы, соны барып Хорватияда егден өлгіп жеңді. Түк шанс бермей, онлай бапкерді біз бағалап, мүмкіндік беру керек менің ойымша. Негізі Бабаянның орнына көп осы Әли Әлиев тұсынды ғой. Келсе қарсы болмайтын дедіңіз, қалай ойлайсыз? Меніңше олар дос негізі. Бабаян мен Әли Әлиев Астанаға келетін бапкер болса, меніңше ол Бабаяннан артық қазақстандық бапкер табылмайды қазірше. Ал осы Бабаян деп қалдық қой. Осы былтырғы сезон сияқты егер қалдырап жаңағы ойын жүрмей жататын болса, онда сезон жартысына келгенде бір 10 ойыннан кейін жаңағы Бабаянды алып тастау мүмкін ба негізі, әлде қала бере ма ол кісінің? Оны білмеймін, басшылық біледі, бірақ егер келсе, менің ойымша шетелден бапкер келу керек. Астанаға. Келетін болса, келетін жағдай болса, шетелден келу керек. Өйткені қазақстандық бапкерлердің қазіргі деңгейі жаңа Еврокубокта таласу үшін кішкене төмендеу, мойындау керек. Бізде асып тасып бара жатқан бапкерлер көп емес қой. Және айта кететін, бізде Қазақстанда жаңа лимитке отмена деп айтып жатыр ғой. Неге қуанбасқа, мысалы бізде қазір 5 команда чемпиондыққа таласуға мүмкіндік бар. Елімай, Қайрат, Астана, Тобыл, Ақтөбе. Тіпті там мүмкін тағы клубтар қосылып қалады. Демек бәсекелестік әлден көрініп жатыр, жасап жатқан трансферден көрініп жатыр. Трансфердің кезінде көрініп жатыр. Және де қазір біз байқап жатырмық та, қазақстандықтардың бәрін отырғызып тастап легионерлер ойнап жатыр деген клуб жоқ. Бәрінде 1, 2, 3 қазақстандық шығады. Астанада да, Қайратта да, Тобылда да жаңағыдай қазақстандық Асанқұловтар ұлттық құрама ойыншыларға мүмкіндік беріледі. Мүмкіндік алады ол. Тағы бір жаңағы УТС-қа ерте баратын, оның үстіне стадионы салынғалы жатқан, бүгін құрылысы басталыпты. Қайсар Думан Нәрділдаев келді, басында Тұранға барды да, енді біз Тұранда 1-2 жаттығу өткізді де, енді Тұранда таныстарым бар жаңағы істейтін. Міне бүгін Думан келді деп біз жаңағы обедте сөйлестік. Салып қойды ғой. Салды, кешке таман 4-ке қарай 2 сағаттан кейін Қайсарға кетіп қалған екен. Сосын удалить тастады. Мен де көрдім. Енді ол жерде түсінікті ғой, енді Мақсат Байжанов шақырған түсінікті. Жарайды, Думандалды. Шоқназар Нұрбеков тағы да өзбек ойыншысы, Ламин Тункара шабуылшы, және де Тоқтар Жаңғылышбай шабуылшы. 3 шабуылшыны алыпты Қайсар. Нәрділдаев жартылай қорғаушы. Қорғаныс жағынан Марлен Айманов бар, по-моему, еще тағы. Айманов бар. Қорғанысқа қалай? Қорғаныс менің Қайсардан көңілім қалған себебі олардың трансферлері өте нашар. Легионерлер, қазақстандықтарды айтпаймын, легионерлер. Өйткені келіп жатқан ойыншылар, жаңа Руслан Юденков, Беларусь ойыншысы, жасы 36-та ма, 35-та ма. Ална Шоқназар Нұрбеков деген менше. Түк ойнамаған өмірі Өзбекстан 2-ші лигасынан шықпаған ойыншыны алып келді. Нұрбеков деген. Тункара да бір керемет астасы жатқан. Тункара жарайды, оны жас ойыншы деп қарасақ та, бір кішкене может потенциал ертең ашылады деп оны қарауға болады, ақтап алуға. Бірақ ол да профессиональный футбол ойнамаған Турцияның бір андай любительский командасында тренировка жасаған 1 жыл бойы болды. Демек бұл жерде қалай жаңағы Қызылжар сияқты алуға мүмкіндігі жоқ па Қайсардың, әлде агенттер, селекционистер дұрыс жұмыс жасамай ма, қалай? Менің Қызылордада Қайсардың селекционері өте төмен, және бұл жерде Виктор Болюч Кумков
тікелей қатысы бар деп ойлаймын. Өйткені демек Кумыков өзіне ұнаған футболшыларға заказ береді. өйткені Шоқназар Нұрбеков деген Өзбекстаннан келді деп отырып қой. Ол Андижан деген клубтан ойнаған, қателеспесем. Андижан ол Кумыковтың бұрынғы клубы. Ол тренер болған сол жерде. Және Қайсардың ұнамайтын жері жаңағыдай легионерлердің сапасы қазақстандықтардан төмен, өте төмен. Былтыр Георгий Бугаидзе деген футболист ойнамай кетті. Қаншама кіммен, Кумыковпен сол үшін мен сөйлестім, неге мынандай ойыншылар аласыз, ойнамайтын. Бұл не бұл? Издевательство ғой деп. Демек әйтеуір осы сезонда әйтеуір ілініп салып ойнайды бірдеңе ғой. Иә, сөйтіп ойнайтын секілді, бірақ алтылыққа кіре алмайды Қайсар. Атырау, Бразилия, Матеус Барбоса, Аслан Әділ, жартылай қорғаушы және де шабуылшы Николай Сигнев. Сосын Ламин Жаржоу. Сигневич. Ламин Жаржоу деген бүгін ойыншыны алды. Бүгін қосылды. Франция Гренбер деген командасының арендаға алды, екінші дивизионда ойнайды. Сол ойыншы мақтап жатыр, көбісі потенциал жақсы дейді соны. Николай Сигневичқа келетін болсақ, опять же, ол белорусиялық бапкердің таңдаған, ол Беларусь өзінің жерлестерін жинап жатыр да. Бүйрегі бұрады ғой деген. Сол мен де түсінбеймін кейбір. Атырау әлде трансфер жасайды ғой, үш жақтарына 4 трансфер ғана тұр. Оларда бұрын ойыншылар көбісі қалып қойды ғой қазір. Сол себепті оларда 2 трансфер ғана жасай алады меніңше. Өйткені оларға қазір шабуылшы жетіспейді және орталық жартылай қорғаушы жетіспейді. Ал жарайды, Атырауда түйіндесек, Жеңіс, Темірлан Анарбек, Никита Калмыков, Сағи Сәбет, Ғалымжан Кенжебек, Қайраттан Денис Гречихо деген сияқты. Енді тағы да бір нелер жаңағы ойыншылар Грузиядан келе ма тағы да Жеңіске қалады? Маған Жеңістің трансферлері және нелер ұнап жатыр, ойын стилі. Кеше мен кіммен Шерифпен ойынды қарадым, ұнады, жаман емес. Трансферлері де жаман емес, мынандай Швециядан алып жатыр. Мынау Грузиядан келген легионерлер де жаман емес. Ал Жеңіс осы маусымда жанбаға ма, әлде біраз 8-7 орындарда қалам ортаңғы? Сол 8-7 қалу керек. Тағы да бір ұшып кетеді деген қауіп бар, ол Тұран. Осы жақында ғана бастады, жақында 15 күн бұрын, 10 күн бұрын ғана бірінші сборын бастады. Александр, енді Думан Нәрділдаев келіп кетіп қалды. Басқа екі трансфер ғана бар екен, оның өзі нақты емес, әлі қол қойған жоқ. Ол Тұранда кішкене андай да КПЛ-ға ілініп салынып жүрген команда, ол былай қарап жүрсек. Демек, мына трансферден көріп тұр. Мен ойын көрген жоқпын, Тұран баға бере алмаймын. Ал Елімайда жақында қосылған Шамко. Елімайдың трансфері ұнап жатыр. Күттіңіз ба, Шамко бару? Шамко бару мүмкін болған негізі. Өйткені оның ойын стилі жаңағы қазіргі Ақтөбенің бапкері. Енді Андрей Карповичке барған соң. Карпович тренер болған және кішкене Шамко жасы келген ойыншы ғой бәрібір де. Сол себепті ол Елімайға былай жаман емес трансфер Елімай үшін. Шахтер үнсіз жатыр, Жетісу әлі трансфер жасаған жоқ. Жетісу білмеймін, ол команда ұшады деп ойлаймын, өйткені соңғы ойындар бәрін ұтылып жатыр. Ал соңғы алаңдап жатқан жанкүйерлердің көбісі Шахтер бұрын соңды түсіп көрмеген екен ғой жаңағы. Шахтер түспейді деп ойлаймын. Биыл да түспейді деп ойлайсыз. Сол бір 10-шы орын алып қарады КПЛ-да. Өйткені Каньяс қалды, бір-екі ойыншылар бар. Сол былтырғы құрамда солмен жасақтап шығаратын сияқты. Сол Талардава бар, солармен жасақтап, өздерінің местный ойыншылар бар. Назымхановтар бар, кішкене опыт жинап алды былтыр ойнап. Олар кетпейді деп ойлаймын КПЛ-дан. Енді құрметті көрермендер, жалпы КПЛ жанкүйерлері бізде әзірге бар трансферлер осы. Енді әзірге ешқандай бір ресми ойындар ойналып жатқан жоқ қой, сондықтан да бұл жерде жолдастық кездесулер, бірден айтайық, бұл жерде бір ешқандай ештеңе шешіліп тұрған жоқ. Команда жеңіліп жатса да одан ешқандай да бір нәтиже шығарып тастаудың қажеті жоқ. Бұл жай жолдастық кездесулер. Енді сізде айтылмай қалған тағы басқа инсайттар бар ма? Айтылмаған инсайт қалмаған шығар енді, бірақ күтеміз енді. Қысқасы бум трансфер жоқ, барлығы жасалып қойды. Енді бір шабуылшылар келуі мүмкін, жартылай қорғаушымен ғана толысып қазақ КПЛ клубтар. Енді бум трансфер дейтіндей бізде КПЛ-да биыл болған жоқ. Бәрібір де мойындау керек, кәдімгідей ауыз толтырып айтады, трансфер ешқандай клуб жасаған жоқ. Демек, мүмкін жазда болады.
ондай трансфер. Өйткені бүкіл Еуропадағы чемпионаттар сол уақытта бітеді. Ендеше уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, дәл осы видеоның астында біз сілтеме қалдырамыз. Сол сілтеме арқылы өтіп, Шыңғыс промокод терсеңіздер, сіздерге 5000 теңге тегін бонустар беріледі. Алда әлі Чемпиондар лигасы бар, Еуропа лигасы, сондықтан да өте қызықты ойындар бар. Соның барлығына бәс қойсаңыз болады. Қазбек, сізге келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы жаңалықтарыңыз көп болсын, инсайттарыңыз, және де қазақ футбол инсайт телеграм арнасына тіркеліп қойыңыздар. Жаңалық ұрламай қойыңдар. Иә, соны айтайық.